Сәлеметсіздер ме оқушылар, бізде қазақ тілі сабағы, қазақ тілі сабағынан 115-ші, 116-ші сабақтар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабағымызда біз сын есімдерді сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Олай болса, өткен тапсырмаларды есімізге түсірейік. Сөз таптарын ата. Зат есім дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді? Дара етістік дегеніміз не? Күрделі етістік дегеніміз не? Жақсы, олай болса, келесі тақырыпқа өтейік. 51-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Ауызша орындаймыз. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сұлап жатады да, айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайылымға шығады. Мәтін не туралы? Мәтін мүйіз тұмсық туралы. Оқиғаның мәтін екенін дәлелде. Мәтін дегеніміз не еді, оқушылар? Мәтін мағына жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Есімізге түсті ме? Жақсы. Мәтіннің түрін анықта. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Қайсысына жатады? Сипаттау мәтіні, дұрыс айтасыңдар. Енді мәтінде қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Мен сендерге қызылмен белгілеп қойдым. Олай болса, сұрақ қояйық. Мүйіз тұмсық қандай жануар? Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі қандай талшықтардан құралған? Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Ол қандай дыбыс шығарады? Айбарлы дыбыс шығарады. Сонымен біз сөздерге қандай сұрақ қойдық? Қандай сұрағын қойдық, е? Олай болса, бұл сөздер нені білдіреді? Заттың көлемін, түсін, түрін, яғни сөз тапты білдіріп тұр. Қай сөз табы? Сын есімді. Олай болса, сын есім дегеніміз не? Заттың түрін, түсін, сапасын, дәмін, көлемін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Сын есімдерге қай сұрақтары қойылады? Мысалы, әдемі көйлек. Қандай көйлек? Әдемі көйлек. Яғни ол заттың сапасын көрсетіп тұр. Ащы пияз. Қандай пияз? Ащы пияз. Дәмін білдіріп тұр. Қызыл алма. Заттың қандай алма? Қызыл. Заттың түсін білдіріп тұр. Ары қарай, үлкен үй. Қандай үй? Үлкен үй. Заттың көлемін білдіріп тұр. Сонымен қатар заттың пішінін де білдіреді. Мысалы, үш бұрышты сызғыш. Қандай сызғыш? Үш бұрышты. Яғни бұл заттың пішінін білдіріп тұр. Мінекей оқушылар заттың, яғни түрін, түсін, сапасын, дәмін, көлемін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Олай болса, оқушылар, дәптерімізді ашайық, бүгінгі күннің жадын жазайық. 21 сәуір сын есім, 52-ші жаттығу. Жұмбақты көркемдеп жаз, шешуін тап. Олай болса, жұмбағымызды жазайық. Іші жұмсақ, сырты қатты, еті қызыл, сүті тәтті. Яғни бұл жұмбақтың шешуі қарбыз деп жазыппын. Бұны біз жұмбақтың, яғни берілген сөздерге қарап отырып жаздық. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді алдық. Енді қараңдар. Қандай? Іші қандай? Жұмсақ.
астын ирек сызықпен сызуды ұмытпаңдар. Жұмсақ ирек сызықпен. Сырты қандай? Қатты ирек сызықпен сызамыз. Еті қандай? Қызыл ирек сызықпен. Сүті қандай? Тәтті ирек сызықпен сызамыз. Сонымен біз сын есімдердің астын сыздық. Олай болса, келесі тапсырма. 54-ші жаттығу. Жаңылтпашты қатесін түзеп көшіріп жаз. Мен қатесі жаздым. Үшкір тұмсық, сұр шымшық, сордан ұшты құрт шымшық. Мына жерде сын есімдерді тап дейді. Қандай тұмсық? Үшкір. Қандай шымшық? Сұр. Астын ирек сызықпен сызамыз. Сордан ұшты бар ма? Жоқ. Құрт шымшық. Сын есім бар ма? Жоқ. Жарайсыңдар оқушылар. Олай болса, 59-ші жаттығуға қараймыз. 59-ші жаттығуда үлгі бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жаз дейді. Бірінші, сын есімнің түсі, дәмі, көлемі, пішіні, сапасы болады. Яғни бұның барлығы да қандай деген сұрақтарға жауап береді. Түсі. Осы сөздердің ішінен мен түсін жаздым. Түсі қандай? Жасыл. Түсі қандай? Күлгін. Түсі боз. Жақсы. Дәмі қандай? Ащы. Қандай? Қышқыл. Дәмді және тәтті. Бұл сын есімнің дәмі. Ары қарай көлемі. Қандай? Үлкен, кіші, ірі, ұсақ. Жазып болдық па? Келесі. Пішіні. Домалақ, сүйір, сопақ. Ал енді сын есімнің сапасы қандай? Жақсы. Қандай? Құрғақ. Сонымен жазып болса, келесі үйге тапсырма. 91-ші беттегі 60-шы жаттығу. Сұрақтар бойынша сипаттау мәтінін құраймыз. Көрініп тұрғандай түлкі туралы мәтін құрастырамыз. Мәтіннің тақырыбын қоюды ұмытпаңыздар. Және ережені жаттаймыз. Сендерге сабақ ұнады ма? Ұнаса, бас бармағымызды көрсетейік. Сау болыңыздар.